Мына жұмыста бұрмалану мәндерді есептеу, яғни вариант бойынша карта беріледі, және де сол картада 3 нүкте беріледі. 3 нүктенің ендік пен бөліктері беріледі. Енді мен бүгін бір нүкте мысалында көрсетейін, қалай есептейтін. Жұмыс мынандай кестеге толтырылады. Бұл жерде ең басында нүктенің ендігі мен бөлігі беріледі. Мысалға бұл жерде 30 градус солтүстік ендік және 20 градус шығыс бөлік дейді. Яғни осы нүктені біз мына картадан тауып алуымыз керек. 30 градус солтүстік ендік, 30 градус солтүстік яғни бізде ендіктер мына жерде мына болып тұр. 30 градус солтүстік ендік, яғни мына параллель, және де 20 градус шығыс бөлік дейді. 20 градусты қараймыз, яғни бізде нөліміз мыңнан басталады. 0-дан солға қарай батыс бөлік, 10-ға қарай шығыс бөлік, яғни бізге шығыс бөлік керек. Бұнда бізде 20 градусымыз мында жатыр. Және де мына нүктеде қиылысып тұр. Біздің белгілеген нүктеміз. Енді ең бірінші картаны линейкамен шоғамыз. Кішкентай L1 мен кішкентай L2-ні. Байланы алып бізге ыңғайлы болу үшін. Және де L1 мен L2-ні есептеп аламыз. Так, линейка алдық. L1 дегеніміз, егер де біз нүктеміз мұнда жатқан болса, 30 бөлікті жатқан болса, L1 O деген 10 градус пен 40 градус ендіктер арасындағы ұзындық, яғни бұл кішкентай L1 болады. Арасын линейкамен өлшейміз. Бізде 1-1 сантиметр болды. Сонда кішкентай L1-ді мұна кестеге жазып қоямыз. Фи, яғни ендігіміз 30 градус. Астына кішкентай L1 тең 1-1 сантиметр болды. Мұны метрге айналдырамыз. Енді кішкентай L2-ні есептейміз, өлшейміз. Кішкентай L2-ні өлшеу үшін бізде бөлігіміз 20 градус бөлікті жатыр, яғни оғанға дейінгі көршілес бөліктерді аламыз. 10 градус пен және де 30 градус. Яғни мына екеуінің арасындағы ұзындықты өлшейміз. 10 градус пен 30 градус бөліктердің арасындағы ұзындықты өлшейміз. Бізде бұл жерде 1-4 шықты. 1,4 сантиметр. Бұл деген 0,4 шығады. Картаның масштабын қараймыз. Карта бізде 200 масштаб. Масштабымызда 200 деп жазамыз. 200 миллион. Және тета бұрышын ашамыз. Тета бұрыш ол меридиан мен параллель арасындағы бұрыш, яғни біздің меридиан түзу, яғни түзу меридиан бойынан өлшей аламыз, ал параллеліміз бізде
шеңбер болған себептен бізге касательный сызамыз, яғни жанама сызық сызамыз мына нүктеге. Енді осы арасындағы бұрышты өлшейміз, яғни мына меридиан бойындағы және мына жанама сызық бойындағы ұзындықты бұрышты өлшейміз. Бізде 90 градус шығып тұр, яғни мына бұрышымыз бізде 90 градус болып тұр. Енді келесі жаңа өлшеген меридиан мен параллельді оғылардың ұзындықтарын өлшеу керек. Олар желепсоидында ұзындықтар өлшеу керек. Олар L1 мен L2 деп белгіленеді. Ол үшін бізге екінші қосымша қажет. Картамызда қойайын, көрініп тұратындай. Және екінші қосымша арқылы өлшейміз. Яғни бұл жерде бірінші бұл 3 бағанадан тұрады. 1, 2, 3 столбиктан тұрады. Мұнда соның жалғасы болып кетеді. Бірінші бағанада бұл жерде ендіктер белгіленген. 0 градустан 90 градусқа дейін. Екінші бағана бұл жерде экватордан сол ендікке дейін, экватордың сызы бойынан сол ендікке дейінгі параллель ұзындығы. Үшінші бағана болатын болса, бұл параллель доғасынан 1 градустағы ұзындығы. Енді біздің L1-іміз мына болады, яғни мына ұзындықты табуымыз қажет, үлкен L1. Бұл бізде меридиан доғасының ұзындығы. Енді осы ұзындықты табу үшін біз жаңа кестеден экватордан 40 градусқа дейін ұзындық, экватордан 40 градусқа дейін ұзындықтан экватордан 20 градусқа ұзындықты алған кезде бізге керекті L1 қалады. Мынау экватор бізде 0 градус. Осыдан экватордан 40 градус ұзындықтан мына ұзындықты азайтқан кезде бізде мына ұзындық қалады. Яғни мына жерден 40 градуста оламыз. Бізде 40 градус 4.429.600. Так, L1 40 градус 429.607 метрден азайтамыз. Так, 40 градустан азайтамыз 20 градусты. 20 градус бізде метр, 2.212.406 метр. 2.212.406 метр. Осыны азайтамыз. Так, 4.429.607 минус 2.212.406. Бізде шықты 2.217.201 метр шықты. Енді L2-ні табамыз. Яғни L2 бұл бізде параллель доғасының ұзындығы. Схеманы алып қарасақ, L2 бізде мына ұзындықты табуымыз керек. Яғни біздің нүктеміз, 30 градустан қараймыз. Біз нүктеміз 30 градуста жатыр ғой. 30 градуста жатыр.
яғни бізге мына ұзындықты табу қажет. 30 градус доғасында. Яғни ол үшін бізге үшінші бағана қажет. Үшінші бағана бізде 1 градус параллель доғасының ұзындығы көрсетілген. Яғни бізде нүктеміз 30 градусқа жататын болса, 30 градусты қараймыз. 30 градустың 1 градус параллель доғасының ұзындығы 96.488 шықты. Яғни мұнда 96.488 көбейтеміз. Бізде мынаны өлшеп жатырмыз, мына градусты, мына параллель доғасының ұзындығы. Яғни бізде 10 градустан 30 градусқа дейін. Сонда арасында бізде 20 градус бар. 30-дан 10 азайтса, бізде 20 болады. Сол үшін біз 96.488 метрді көбейтеміз 20 градусқа. Себебі мынау 1 градус параллель доғасының ұзындығы. 96.488 көбейту 20 болады. 1.929 760 метр. Болды. Картадан өлшейтін барлығын өлшеп алдық. Мына кестеге бізге қазір қажет емес. Ары қарай бұрмалану мөлшерін формулаларға салып есептеп шығамыз. Ең бірінші есептейтін масштаб, жеке масштабтар. Меридиан бойында жеке масштаб. Бұны есептеу үшін бізге кішкентай L1 бөлінген кішкентай үлкен L1 көбейтілген масштаб осы формула салынады. Яғни бізде кіші L1. Так. Астына жазайын. Кіші L1 бізде 0,011 бөлінген 2.217.201 көбейтілген масштаб. Масштаб бізде 200 мың. 200 миллион. Осыны шығарамыз. Параллель бойында жеке масштаб, кішкентай L2 бөлінген үлкен L2 көбейтілген масштаб. Сосын аудан формулаларын есептеу. Бұл бізде екі әдіспен шығарылады. Бірінші формуласын қолданамыз. Қазір қолданған кезде. Яғни мында тапқан n мен m-ді қойып шығарамыз. Кіші L2 0,014 бөлінген 1.929.760 көбейтілген 200 миллион. Так, есептеп шығарамыз. Осы екеуін есептегеннен бізде ең үлкен және ең кіші масштабтар шығарамыз. Бұл жүйе арқылы шығарылады. Тамашқа оны қалдыр кетен. А плюс Б, минус Б. А дейміз ең үлкен масштаб және ең кіші масштаб. Б дегеніміз ең кішкентай масштаб. Бұл жерде М квадрат плюс 2π плюс N квадрат. Бәрі туғырасында. Мында m квадрат 2π плюс. Яғни мына жүйеден біз а мен б-ның мәнін тауып алуымыз қажет. Сосын біз деген бұрыштың бұрмалануын табуымыз керек. Бұл омега әрпімен белгіленеді.
К дегеніміз пішіннің бұрмалануы формасының искажение формы А бөлінген Б формуласы. Біз бұны есептейміз. Сосын тангенс альфа бар. Бұны формуласы Б бөлінген А квадрат минус М квадрат минус Б квадрат. И ро векторымен Б-ны табу қажет болады. Бұл жерге Б квадрат жетен ро векторы және бета бұрышы арктангенс А минус 1 яғни осы шамаларды шығару керек болады формулаларға салып. Сосын бұрмалану эллипсін есептеу керек болады. Так, қазір шығарайық. М бірінші М мен М-ді шығарамыз. Екі жүз миллион шықты. Бұны жуықтасақ 0,99 шықты. Жуықтайтын болсақ бізде 0,99 деп жазамыз. 0,. Так, енді есептейміз. Көбейту миллион 29 760 көбейту 200 бірде 45 шықты. 1,145. Енді П-ны мәнін есептеуіміз керек. Яғни аудан бұрмалануы М көбейтеміз Н бөлеміз синус 90. Келесі мына жүйені есептейміз. А плюс Б. Бірінші А плюс Б мына жерде сразу жауабын жазсам. М квадрат. М квадрат бізде 0,99.
99 квадрат плюс 2 көбейтілген пи 144 енді плюс n квадрат. N-іміз 145. Так, 145 квадрат. Екіде 44 шықты. Енді а минус б-ны есептейміз. Түбір астынан n квадрат 0,99 квадрат 2 көбейтілген 1,44 плюс 1,45 квадрат 0,45 шықты. Осы жерден а мен б-ны табамыз. Сонда бізде жүйе бойынша есептейтін болсақ 2а тең 2,44 плюс 0,45 2,89. Осы жерден а тең 1-де 45 болады. Сонда б-міз так 2,44-тен азайтамын 0,99 шықты. Осы жерден а мен б-ны таптық. Енді бұрыштың бұрмалығын есептейміз. Сонда бұл жерде омега тең болады. Арк синус. Мұнда симайды ма? А минус б. А плюс б. Неште 2 болады. 2 өтіледі. Сонда 2 көбейту арк синус А-мыз бізде 1,45, Б-мыз 0,99. Так, 0,99. Көп қанжалам. А плюс 1,45 плюс 0,99. Сонда бізде омегамыз 21 градус шықты. 22 градус десе де болады. 21-де 7 шығып тұр. Енді форманы бұрмалантуымыз, яғни А бөлінген Б. A'мыз 1,45 бөліміз 0,99. Бір 46 шықты. Келесі А-ны мәдерушка сығанда қажет болады. Альфа Б бөлінген А 0,99. Так, 0,99 бөлінген 1,45. Бұны көбейтеміз. Түбір астынан
а квадрат дейді 1,45 квадрат минус м квадрат 0,99 бөлінген 0,99 квадрат минус b квадрат. Яғни мына жерде бізде 0 болады, себебі m мен b тең. m мен мына мәнмен бізде мына мән тең. Ол қазір бізде бөлінбейді. Сол үшін біз бұны бесконечность деп жазамыз. Шексіздік. Келесі ро вектор. Бұл жерде p минус 1 түбір астынан p-мыз бізден тең 1,44 минус 1 квадрат плюс k минус 1 в квадрате 0,64 болады. Енді келесі бета бұрышы. Ол жерде арктангенс. К минус 1 бөлінген П минус 1. Қырық 6 градус шықты. Енді келесі изокодар бойынша бұрманың өлшемдерін есептеу, яғни картаны қайта аламыз. Мұнда бізде екі карта берілген. Бірінші картада аудан бұрмалану изокодар көрсетілген, және де екіншісінде бұрыштар бұрмалану изокодар көрсетілген. Яғни біз бұл жерде аудан бұрмалануын тауып, және де бұрыштар бұрмалануын тауып. Біздің нүктемізде. Біздің нүктеміз мұнда жатыр. Сонда мына жерде 1,2 болса, изокодар, жазып тұрғанда бізде изокодар. Осылар мәндерін қолдана отырып, біздің нүктеміздегі изокодар, яғни интерполяция арқылы жасаймыз. Так, мында 1,2 болса, яғни біздің нүктеміз бізде насылды жатыр. Оның үстінде бізде 1,2 шығып тұр. Яғни 1,2 келесі 1,5-ге дейінгі изокон арасын есептей аламыз. Яғни бұнда бізде 1,5 болып тұр. Яғни пропорция қарастырамыз. 1,5 сантиметрде бізде 1,3 бұрмалану бар. Яғни мына жерде 1,5 болатын болса, бізде 1,2 арасында 1,3 бар. 1,3 емес. 0,3 бар, 0,3. Енді нүкте 1,2 изоконмен сызықтан біздің нүктемізге дейінгі ұзындықты өлшей аламыз. Бұл жерде 1 миллиметр шықты. Арасын x деп, бұл жерде x тауып аламыз. Бұл жерде x-мыз бізде 0,3 көбейтілген 0,1 бөлінген 1,5.
0,02 дейді. Яғни жаңа мына аралықта бізде 0,102 бар. Сонда біздің x-іміз мына бұрмалануы p-іміз тең болады 1,2 плюс 0,2. Сонда 1,22 болады. Мына жерде мынаның арасында 0,102 екенін білдік. Енді 1,2-ге жаңағы сол білген аралықты қосқан кезде біз мына нүктеміздегі ауданның бұрмалануы 1,122 екенін таптық. Енді екінші карта бұл жерде бұрыштардың бұрмалануы, яғни омегамен белгіленеді. Дәл солай өзіміздің нүктедегі бұрыштың бұрмалануын тауып аламыз, яғни 30 мен 20 қиылысқан жер, яғни бізде мынаны жерде. Дәл жаңағындай, мында 30, мынау 10 екен, мында 20 екен, яғни мынау 10, мынау 20. Дәл солай пропорция құрастырып тауып аламыз. Мынау 10, мынау 20. Мынау 20, мынау 10. Так, аралары 1,5. 1,5-те 10 градус бар. 1 миллиметрде x градус бар. Сонда x тең 10 көбейту 0,1 бөлінген 1,5 0,67. Сонда 10 градусқа қосамын 0,67. 10 градус 67. Бұны жоқтағанда бізде 11 градус шығып тұр. Енді бұрмалаудың орташа арифметикалық мәндері жаңа біз формула бойынша тапқан есептейміз. Формула бойынша аудан 1,44 плюс картадан тапқан 1,22 бөлінген 2 және де омеганың мәні формуламен тапқан мен бөлінген 2. Негізінде бұл мәндер бірдей шығуы керек. Себебі линейка өлшеген кезде анық алмағаннан кейін осындай мәндер шығып тұр. Енді келесі видеода бұрмалану эллипстің қалай сызатынын көрсетемін, яғни осы мәндер бойынша. Келесі видеодан қарайсыздар.